8-ші лекциямыздың тақырыбы деңгейлеп саралап оқыту технологиясы. Деңгейлеп саралап оқыту технологиясының ерекшеліктері және деңгейлеп саралап оқыту технологиясының тиімділігі. 20-ші ғасырдың аяқ кезінде педагогикалық ой тұжырымдары, гуманизм идеялары, еркін білім беру оқушының жеке тұлғалық күшін дамыту және мектептің алдында оқытудың және тәрбиелеудің жаңа технологияларын қолдана отырып, жеке тұлғаның дамуына, мектеп ортасына қолайлы жағдай жасау қажеттілігі туындайды. Мектептің педагогикалық құрылымында негізгі құндылық оқушы және оның жеке тұлғасы. Педагогика ғылымының докторы Қараевтың деңгейлік оқыту жүйесі туралы іліміне сүйеніп, әр пән бойынша деңгейлік тапсырмалар дайындауға болады. Өйткені қазіргі экономикалық жағдай оқушының жаңа үрдісін талап етеді. Сондықтан ғылыми ізденіс барысында педагогика саласында оқытудың деңгейлік жүйесі оқушыларға ғылым негізін меңгертудің негізгі тиімді жолы табылады. Деңгейлік оқытудың ерекшелігі оқушылардың сабақ барысында бірнеше деңгейде жұмыс жасай алатындығында. Қазіргі базалық білім беру жеткілікті білімнің төменгі шегі. Мұғалім баланы оқыту барысында оқушыға тақпақ жаттатып, ережелерді оқытып, жаттығулар орындатып, әртүрлі жұмыстар жүргізеді. Оны талап етеді. Ол мұғалім үшін қиын емес. Оқушы мұғалімнің айтқанын кітаптан оқып, ережені айтып беру мүмкін. Бірақ оқушы осы оқыған материалдың ішінен ішкі дүниесін түсінеді. Міне негізгі мәселе осында жатыр. Мектеп оқушының білім деңгейін көрсеткішін төмендегідей бағалауға болады. Бірінші деңгей эпизодтық, білімді жаңа жағдайға көшіру мұғалім көмегімен жүзеге асырылады. Екінші деңгей түсініктерді жүйелеу, яғни 70% ғылыми ұғымдарды саналы анықтайды. Үшінші деңгей, бұл жоғары деңгей, бастапқы ғылыми ұғымға өту деңгейі деп белгіленеді. Деңгейлік тапсырмалар ауқымы өте кең. Оқудағы жаттығулар өтілген ережелер бойынша қайталау, пысықтау, бекіту жұмыстарына арналған тілдік грамматикалық жұмыстар жүйесі, деңгейлік тапсырмалар құрамында мәліметтер, сөз жұмбақтар, қызықты грамматика, тесттік сұрақтар, іскерлік ойындар және тренингтер жүйесін қамтиды. Бұлар оқытудың деңгейіне сәйкес оқушы саралап оқытуға ыңғайлы. Әрі оқыту бағдарламасын оқушы жас ерекшелігімен білім деңгейіне сай құрылып, оқулыққа қосымша пайдалануға беріледі. Оқушыны деңгейге бөліп оқыту үшін сабақ жаңаша жоспарланады. Оқушыларға деңгейлік тапсырмалар беру арқылы сан түрлі жұмыс жүргізіледі. Оқушының алған білімін жүзеге асырылатыны тексеріледі. Өз бетімен жұмыс орындауға бейімділігі бақылауға алынады. Қорытындысында деңгейлік тапсырмалар арқылы жұмыс жасаудың тиімділігі байқалады. Оқушының белсенділігі мен іскерлігі артып, шығармашылыққа ұмтылады. Деңгейлік оқыту барысында біліктілікке жетелейді. Бірінші деңгей тапсырмаларды білімнің минималдық шегі мемлекеттік стандарт талабына сәйкес бағдарлама мөлшерінен аспайтын, оқушының жас ерекшелігіне сай болады. Сынып бағдарламасына байланысты лексикалық тақырыптар, тілдік ережелер, жазба жұмыстарын орындайды. Кейіннен жоғары сыныптарда оқыған кезде есіне тұрақты қалатындай бағыт, сөздік минимумдарды меңгереді. Тыңдап, түсініп оқу, аударып, жаза алады. Айналадағы адамдардың айтқанын түсінеді. Естігені бойынша сұрақтарға жауап береді. Естігенін қайталап айтады, жеңіл ережелерді жаттайды, фонетиканы толық меңгереді, грамматикалық, лексикалық тапсырмалар орындайды, мәтінмен жұмыс жасайды. Екінші деңгей тапсырмаларды түрлендіріп, күрделене түседі. Сынып бағдарламасына сай лингвистиканың барлық бағдарламасымен жұмыс жасайды. Оқушы өз бетімен керегінше қызмет етеді. Оқу мотивтері қанағаттанарлық дәрежеде, ықыласы жоғары. Оқушының сөйлеуі, хабарды түсінуі, қабылдауы, жазба жұмыстарын орындауы көрсеткіштері міндетті деңгейден әлдеқайда жоғары болады. Бірінші деңгейден бастау алған сөйлеу, үшінші деңгей, оқушылардың шығармашылыққа деген мотивтерін айқын көрінумен, логикалық ойлау дәрежесінің жоғары болуымен, өз жеке басының белсенділігімен, ісіне талдау жасай білумен, білімді жаңа жағдайға пайдаланумен сипатталады. Хабарлау, суреттеу, бейнелеу тапсырмаларын орындайды. Ситуацияға байланысты әртүрлі нұсқауда диалог құрады. Мәтін бойынша сұрақ қояды. Талдау, жинақтау, салыстыру жұмыстарын жүргізеді. Танымдық іздену, эвристикалық түрдегі жұмыстарды іздену өз бетімен орындайды. Базалық деңгей, мемлекеттік стандарт бойынша анықталған ең төменгі шек. Сондықтан әрбір оқушы
оны меңгеру тиіс. Бұл деңгей оқушыға өзінің қызығушылығы мен қабілетін ескере отырып, уақыты мен күшін дұрыс пайдалануға мүмкіндік береді. Деңгейлік оқыту төмендегідей қағидаларға негізделеді. Бірінші, жас құрамы бойынша, екінші, жынысы бойынша, үшінші, ақыл-ой даму деңгейі бойынша, төртінші, жеке психологиялық типі бойынша, бесінші, денсаулық деңгейіне қарай. Әрбір тақырып бойынша өткізілген сабақтар кезектесіп келетін 5 типтен құралады. Бірінші, тақырыпты жалпы талдау сабақтары. Екінші, қиыстырылған семинар сабақтарға оқушылардың өзіндік жұмыстарының процесін оқу материалдарын тереңдей талдануы. Үшінші, материалды пәнаралық қорытындылау сабақтары. Төртінші, материалды қорытындылау және білімді жүйелеу сабақтары. Бесінші, практикум сабақтар. Балалардың даму деңгейін бірыңғай болмауына, жеке қабілеттерінің айырмашылықтары мен басқа да себептерге байланысты сыныпта оқу үздіктері мен үлгермеушілердің пайда болатыны белгілі. Сондықтан мұғалім сабақтың барлық кезеңдеріне жаңа материалды беру, бекіту, қайталау, білік, дағдыны бағалау кезінде деңгейлеп саралап оқытуды ұйымдастырады. Жаңа технологиялардың ішінде деңгейлеп саралап оқыту технологиясы маңызды орын алады. Бұл технологияны зерттеген ғалымдар Гузик, Қараев, Еркебаевалар. Деңгейлеп оқу идеясының авторы оқушыларды 3 деңгейге бөлуді ұсынады. Жаңа технологиялардың ішінде бұл технология маңызды орын алатындығы белгілі. А бағдарламасындағы тапсырмалар стандарт түрінде белгіленеді. Оларды орындай отырып оқушы пән бойынша қайталау деңгейінде нақты материалдарды меңгереді. В бағдарламасын орындамас бұрын А бағдарламасындағы тапсырмаларды әрбір оқушы орындауға міндетті. В бағдарламасын қолдануға арналған есептерді орындау, тағы да басқа тапсырмаларды оқушы ой әрекетін меңгерудің тәсілдерін қамтамасыз етеді. С бағдарламасының орындалуы оқушыларды алған білімді шығармашылықпен қолданатындай деңгейге көтеріледі. Яғни оқушы өзінің логикалық ойлауын дамытатын мәліметтер беріп, оны шығармашылықпен қолдану перспективасын ашады. Қорыта келгенде, болашақтың бәсекелестікке қабілетті 21 ғасыр шәкірттерін тәрбиелеу, білім беру саласының еш назардан тыс қалмағандығы тиіс. Соған сай, әр ұстаз 21 ғасыр мұғаліміне сай болу үшін ізденімпаз ғалым, психолог, шебер, тынымсыз еңбекқор, терең білімпаз, гуманист, белсенді патриот болғанда ғана қоғамның мықты да білікті, жоғары мәдениетті, жан-жақты дамыған, шығармашылығы жоғары деңгейде жеке тұлғаны қалыптастырып тәрбиелейтіндігі белгілі. Назарларыңызға рахмет.